Сәлем, менің есімім Айдәулет. 5 жыл бойы фото-видео саласында жұмыс жасап келемін. Дәл қазір сіздермен бірге Lightroom бағдарламасымен телефоныңыздағы суреттерді өңдеп, оны бояйтын боламыз. Тағы да сәлем, ең алдымен біз Lightroom бағдарламасын жүктеп алуымыз қажет. Ол үшін төмендегі сілтемеге кіресіздер, iPhone-ға немесе Android-қа арналған бағдарламаны жүктеп аласыздар. Ал содан кейін барып, телефонымыздағы суреттерді біз бояйтын боламыз. Жүктеп болдық, ендеше суретімізді бояуға кірісейік. Ол үшін бір қажетті суретіңізді таңдаңыз. Подедіс ету арқылы Lightroom бағдарламасымен ашыңыз. Суретіміз енді осы суретті ашсақ, төменгі бөлікте бірнеше құрылғылар тұр. Бұл құрылғыларды мен өзімнің әдісімен сіздерге аздаған уақыттың ішінде осы суретті бояп көрсетемін. Свет бөлімінен бастаймын. Кривая. Бұл суретте жоғары жақ кішкене жарықтау болғандықтан мен жоғары жақты түсіремін. Және төмен жақты кішкене көтеремін. Және тек жоғары үстіңгі жақпен емес, ортаңғы бөлікпен айналу үшін мен орталарына нүкте қою арқылы көбейтіп азайтсам болады. Аспанға қарасаңыз, аспан ашылып жатқанын байқайсыз. Осылай қалдырамын. Келесі бөлімде цвет. Бұл бөлімнен ең бірінші жоғары жаққа қарасаңыз, түрлі түсті домалақша тұр. Соны бассаңыз, бірнеше түстермен жұмыс жасауға болады. Бұл жерде біз суретке қараймыз, қандай түс бізде жоқ, сол түсті мүлдем өшіріп тастаймыз. Ең соңынан бастаймын. Розовый бізде жоқ. Және де келесі түс, бұл түсте бізде жоқ. Сондықтан алып тастаймын. Көк түс пен көгілдір түсті біз аспанға қарауымыз қажет. Аспанда көгілдір түске қарағанда көк түс аспанға әдемілік береді, сондықтан көгілдірді азайтамыз, көкті көбейте тұрамыз. Бұл әзірге қатты білінбейді, бізге келесі бөлімдерде түсінетін боласыздар. Жасыл түс автобустың түсі, бұл түсті кішкене арттырамыз, және де сары түсті де біз арттырғанымыз жөн. Ал бұл түске келсек, адамның кожасына келеді. Байқасаңыздар. Сондықтан бұны мен азайтамын, себебі мен келесі бөлімде барлық түстерді арттыратын боламын. Сол кезде кішкене орнына келетін болады. Қызыл түс еріндікі, бұны да азайтамын. Осымен болды. Енді суретімізді бір көрейік. Басында осылай болды, ал қазір мынандай. Енді дәл осы цветтің ішінде температура оттенокқа тимейміз. Келесі бөлімдерді біз қозғалтатын болсақ, түстерінің арттырылып жатқанын байқаймыз. Енді қайтадан қайтамыз жаңа жерге. Және де осы жерден аспанға мән берсеңіздер болады. Көгілдір түсті барынша аламын. Көк түсті көбейтемін. Және де сары түсті де аздап көбейтсек болады. Ең бастысы келбетке кедергі жасамаса болды. Жасыл түс. Енді мен светке келеміз. Біз жарықта теңестіріп қойдық. Бұл жерде төменгі бөліктерді қолдана берсек болады. Енді контрастын өстір. Бұны көбейткен жөн.
Осымен мен аяқтаймын. Қалған құрылғылардың барлығы өте қарапайым. Сіздер өздеріңіз қолдану арқылы қай нәрсеге жауап беретінін, қалай өзгеріп жатқанын байқасаңыздар болады. Яғни өздеріңіз ойларыңызға қарай өзгерте бересіздер. Өйткені мен ең басты нәрселерді сіздерге көрсеттім. Енді суретімізді бір тексерейік. Басында осылай болды, кейіннен бұлай өзгерді. Әжептәуір нәтиже бар деп ойлаймын. Достар, жаңағына біз 5 минут ішінде сурет бояуды үйренген болатынбыз. Енді одан да жылдам және де барлығына ұнайтын бір әдіс бар. Ол пресетті қолдану. Мен сол пресетті қолдануды үйретумен қатар, және де өзімнің 5 пресетімді сіздерге ұсынбақшымын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Өзіме қажетті суреттерді таңдап аламын. Көріп отқандарыңыздай, мынау менің 5 пресетім. Осы пресеттерді біз кезектен ашып отырамыз. Барлық дайын бояулар енгізілді. Енді осы бояуды сіздерге қалай қолдану керек екенін үйрететін боламын. Кіреміз, және де жоғары жақтағы 3 нүктелі домалақша тұр. Соған кіретін болсақ, копировать настройки. Еттік. Енді кері шығып кетеміз. Көшірілді. Енді біз бірінші суретімізге кіреміз, және де 3 нүктелі жаңағы домалақшаны басамыз, және де вставить етеміз. Вставить етілді. Мен бәрін бірден көшіріп орнатпақшымын. Кейін барлығын көрсететін боламын. Барлық бояулар орнатылды. Енді әрбір суретке назар аударамыз. Осылай болған. Осылай өзгерді. Келесі суретіміз осылай болды. Осылай өзгерді. Мына суретіміз осылай болған, және де осылай өзгерілді. Бұл суреттің өзінің суреті де жақсы түсірілген. Байқасаңыздар, қызыл түсті ғана алған, қалғанын қара етіп өзгерткен. Сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Енді сіз Lightroom бағдарламасын еркін қолдана аласыз. Қазақша контент өтпейді деді, соған қатарсып, мен осы сіздерге қазақша түсіндіріп берген болатын. Лүпіл басыңыздар, арнама жазылыңыз. Және де қолдауларыңызға байланысты алдағы сәтте өте қызықты контент болады деп уәде беремін. Call 911 on my killer.